Біз аккаунтқа кіргеннен кейін мына жерде керек тарифті аламыз. Енді Инстаграм керек болса Инстаграмды аламыз. Одан кейін подписчик бөліміне өтіп, мына жерде подписчикке өтесіз де, сосын ссылки на пользователь Инстаграм дейді. То есть қай аккаунттардан бізге базаны алу керек, қай аккаунттарды подписчигін алу керек. Вот сол аккаунттарды осылай әрқайсысын бөлек-бөлек енгіземіз, немесе алдын ала бір файлға дайындап алып, барлығын сол файлды жүктеуге де болады. Мен файл дайындамадым, сондықтан осылай әрқайсысын жүктейміз. Так, қазір барлығын жүктеп шығамын, одан кейін все, кеттік. Енді бізге барынша живой аккаунттар керек, сондықтан открытыйды басамыз, және де только сағат армия дегенді басамыз. Одан кейін бізге сохранить ID, именно ID керек болады. Мына жерде просто именно жалпы қандай сала деген секілді саланы жаза салды. Одан кейін создать новый проект и проекттің атына медицина, сексология. И добавить задачи басамыз. Все, кетті. Енді қазір в очереди именно не болады уже. Полностью енді іздей бастайды. Аккаунттардағы бүкіл барлығы іздей бастайды. Осы біткеннен кейін барып біздер аламыз да, телефонға email дегенге өтіп, осы жерден телефонға басамыз. И мына жерде бізде қазір файл дайын болады. Вот соны осы жерге барлығын қоямыз. Загруз файлды қоямыз, одан кейін медленный сборға қоямыз. Ары қарай уже бізде телефон номерлерін не істей бастайды. Іздеп таба бастайды. Қазір мына жақтан нені жасап жатыр. Бірінші Instagram аккаунттарын теріп жатыр. Мына бізде полностью нелердің барлығын, Instagram аккаунттардың барлығын жинады, 186 мың аудиторияны жинады. Енді осыдан кейін аламыз да, міне использовать листат дегенді басамыз, и одан кейін осы жерден сбор телефонов Instagram'ды басасыздар. Одан кейін просто мына жерде как описание жаза салу керек, телефон номер деген секілді. И добавить задачу. Болды. И одан кейін задача біткенше пока тұрады. Так, мына жерде тағы бір мысалы не бар. Бұны сохранить етіп аламыз.